Сәлем достар, қал-жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен дәл осындай 6 деген вупи пай тортын бірге жасап көреміз. Ең алдымен коржын жасап аламыз. Ол үшін бізге қант, жұмыртқа, сары май, шоколад, ұн, какао разрыхитель қажет болады. Шоколад пен сары майымызды микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Еріген массамызды осылай араластырып біркелкі етіп аламыз. Енді жұмыртқа мен қантымызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, дәл осындай болып, аппақ көпіршік болып шығады. Сол кезде барып, жаңағы шоколадымыз бен сары майымызды құйып миксерлейміз тағы да. Ұн, какао разрыхителімізді дәл осылай елегіштен өткіземіз. Миксердің жай жылдамдығымен біркелкі масса етіп араластырып аламыз. Лопаткамен осылай қамырымыздың шет-шетін жинаймыз. Пергамент қағазына 6 деген санымызды сызып шығамыз. Пергаментті кері аударып, жаңағы қамырымызды теңдей екіге бөліп аламыз. Және де осылай мешокқа салып, 6 деген санымыздың үстінен жазып шығатын боламыз. Сіздер 6 деген санды А4 қағазбен істеп алсаңыздар да болады. 180 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Дәл осындай 2 корж шығады бізде. Ол аралықта біз кремін дайындаймыз. Кремін дайындалу жолын мен описание бөлімінде қалдырып кетемін. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Міне біздің корждарымыз пісті. Жаңағы 6 деген санымызды үстінен қойып, пышақтың көмегімен бір тегіс етіп кесіп шығамыз. Міне біздің санымыз шықты теп-тегіс болып. Енді осылай қойып аламыз ыдысымыздың үстіне. Және де жаңағы вупи пайға арналған насадка қолданамыз болған. Және осылай шет-шетіне шариктерімізді шығарып, кремдерімізді жағып шығатын боламыз. Ортаңғы бөліміне де дәл осылай кремді толық жағып шығатын боламыз. Қасықтың көмегімен дәл осылай тегістеп шықтым кремдерді. Сіздерге түсінікті болу үшін видеоны осылай дәл етіп, ұзақтау етіп түсіруге тура келді. Міне екінші коржымызды жаңағы бірінші корждың үстінен тегіс етіп қоятын боламыз. Санымыздың үстіне кішкене осылай крем жағып шықтым бір қатар. Енді осылай 333-ші насадка қолдандым мен осы өрнекті шығару үшін. Сіздер жаңағыдай шарик шығарып сәндесеңіздер де болады. Ол да өте әдемі көрінеді. Дәл осындай қылып сәндедім мен. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Ал енді бетіне осылай мен кивиді қоюды жөн көрдім. Сіздер кез келген фрукты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай жеміс-жидек, қарайып кетпейтін шоколад қойсаңыздар болғаны. Әртүрлі безе, соның барлығын қоюға болады. Немесе креммен, түрлі түсті креммен де сәндеп қоюға болады. Гүл сияқты етіп. Өздеріңіздің ойларыңызға қарай осылай сәндеп шығуға болады. Достар, бұл рецепт бойынша кез келген сан тортын жасауға болады. 1 немесе 2, 3 деген сияқты ең сәтті рецепттердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер.
жасап көруге кеңес беремін. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, дәл осы видеоға лайк қойып кетіңіздер.